Сәлем достар, бұл келесі бөлім дүниетану 8-ші сабақ 34-ші бет. Бұл жерде дайын сөз жұмбаққа сұрақтар құрастыру керек. Мысалы, көпбасшы халықты алға жетелейтін адам кім? Бұл көпбасшы. Енді жалақы. Жұмыс істегені үшін берілетін ақы не деп аталады? Бұл жалақы. Отбасы. Бір үйде тұратын адамдар тобы қалай аталады? Ол отбасы. 4. Шәкірт. Ұстаздан білім алушы кім? Ол шәкірт. Міне достар, бүгінгі сабақ бізде бітті. Лайк басып маған тіркеліңіздер. Мен сіздерге не осындай видеолар көп істейін бе, әлде істемейін бе? Комментарияға жазыңдар. Қандай тапсырмалар 4-ші сыныптан істейін? Комментке жазып тіркеліңіздер. Сау болыңдар.